Ассаламу алейкум, тағы да баршаңызға. Келесі сабағымыз бізде проб компания, яғни бүгінгі тақырыпта проб компания туралы қарастыратын боламыз. Өткен сабақта естеріңізде болатын болса, өткен сабақты көрмеген болсаңыз, бірінші рет көріп отқан болсаңыз, онда өткен сабақтарды қарап шығыңыз, өйткені өте маңызды тақырыптар қозғалған болатын. Яғни сіздерге өткен сабақта брокерлік шотпен жұмыс жасауды көрсеткен болсам, осы сабақта проб компаниямен жұмыс жасауды көрсетемін. Одан алдыңғы тақырыпта қанша суммамен бастаған дұрыс деген тақырыпта қарастырған болатынмын сіздермен. И сол жерде, яғни реальный шотпен жасасаңыз қалай, проб компаниямен жасасаңыз қалай, сол туралы екі вариантты қарастырғам. Яғни осының алдындағы брокерский шотпен жұмыс жасау деген сабақтың алдындағы тақырыпта, яғни қанша суммамен бастауымыз керек деген тақырыпты қарап өтетін болсаңыз, ол сізге өте маңызды болып табылады. Яғни бұл сабақты көрмей тұрып, бірінші сол сабақты көріп шыққаныңыз абзалырақ болады. Енді бүгін проб компаниямен жұмыс жасауды сіздерге көрсететін боламын. Нөлден бастап мен новый аккаунт сіздерге ашып көрсеткім келіп отыр. Ол үшін Google-ға кіреміз. Funding Pips деген компанияны табамыз. Funding Pips неге? fundingpips.com. Осы компанияның сайтына кірдік. Мына жерде енді ағылшынша, бұл жерде ағылшынша Buy Challenge дейміз. Осы жерден Create аккаунт, яғни новый аккаунт ашамыз. Яғни бұл жерге өзіміздің данныйымызды толтырамыз. Нұрбол Бек, мына жерге почта, парольға өзіңіздің пароліңізді қоясыз. Солға, так. Мынаны қайтадан бұл подтверждать ететін. Парольді қайталап жүресіз. И сонымен мына галочканы басамыз, Create аккаунт дейміз. Так, почтаға хат келеді. Почтаға кіреміз, мінекей Funding Pips хат келді. Confirm дейміз. Сонымен подтверждать етеміз. Так, мынандай шықты бізде. Подтверждать еттік. Енді жаңағы тіркелген почтамызбен паролімізді жазып кіреміз. Так, кеттік, кірілді. Мінекей осылай ашылады. Осылай ашылады. Енді біз не істейміз? Челлендж сатып аламыз. New Challenge. Мына жерден New Challenge-ді басамыз. Енді мына жерді қараңыз. Мына жерден Қазақстанды табайық. Мінекей Қазақстан. Енді қараңыз, проб компанияның сіздегі условиялар қандай? Бұл жерде мен C-Trader деген платформаны таңдаймын. 3 платформа бар, үшеуі үш түрлі, бірақ та барлық жалпы платформа, барлық брокерде барлығы бірдей, яғни интерфейстары басқаша кішкене. Жаңағы buy, sell, 2 кнопка главный, сол маңызды. C-Trader таңдаймын. Так, қараңыздар, 1 степ, 2 степ, 3 степ деп тұр. Енді дәл қазіргі сәтте мен 2 этаптық таңдаймын. $10,000 шот аламын. Енді қараңыздар, сіздерде мынандай бар. Екі вариант бар. Мына жерде максимальный 8 деп тұр. 8 деп тұр, 10 деп тұр. Қазір сіздерге сатып алғаннан кейін көрсетемін. Так, 2 этаптықты таңдаймын. Ең дұрысы сол, өйткені рискін, яғни көбірек мен риск ала аламын. Плюс жаңағыдай ең маңыздысы сол плюс көбірек риск ала аламын. Ал уже бір этапты таңдасам, уже азайып қалады да, поэтому 2 этапты алған дұрыс болады. Так, $10,000 шот. Бағасы мінекей $66. Так. Мынаны басып қойыңыздар, галочканы. Мен Американың азаматы емеспін дегенде. Бастым. Так, мына жерге мистер Нұрбол. Жаздым туған күнімді. Басам. Соңына дейін апарам. I agree. Я согласен деген сөзді. Мына жерде ескертіп тұр, бізде мына платформаны жазып алыңдар. Ошын мына платформаға жұмыс жасайтынымызды және де сол жақтан жаңағы шотымызды сол жаққа тіркейміз. Так, кетті. $66. Мына жерден біз крипто арқылы төлесек болады, карта арқылы төлесек болады. Картаны таңдаймын. Неке дебит карт. Неке $66 төленді. $10,000 шотқа. Так, қазір сіздерге көрсететін болам. Неке
StreetTrader платформасына 10 000 долларлық счет алынды. Енді сіздерге несін көрсетейін. Шарттарын, қараңыздар. Бізде мінекей 10 000 долларлық счет, бізде 2 этаптықты таңдадық, 2 этаптық таңдадық, міне 2 этаптық StreetTrader платформасында. Енді бізде минимальный 3 күн бар. Яғни сіз мысалға бірінші этапта алдыңызда бүгін бір күнді өтіп тастайтын болсаңыз, онда тестін, онда по-любому 2 күн күту керек боласыз. Хотя бы аз лотпен сделка жасасаңыз да 3 күн минимальный түрде трейд жасау керек, содан кейін барып екінші этап беріледі. Потом мінекей daily loss, ол яғни бір күндік лимит. Яғни мысалы 10 000 долларды сіз бір күннің ішінде 9500 долларға түсіріп тастайтын болсаңыз, онда жаңағы 66 долларға сатылып алынған счет жабылып қалады. Яғни сіз счетты күйдіріп аласыз былайша кезде. Ал максимальный loss 1000 доллар. Ол дегеніміз общий мысалға бүгін 490 доллар жоғалттыңыз, ертең сізде қалған 500 доллар қалды. Егерде ертең, яғни мына жерде уақыт тұр, 13 сағаттан кейін авновать етіледі. Яғни бүгін 490 долларды сілеп айтетсадыңызда, келесі күні қалған 500 долларыңыз бар. Общий 1000 долларды жоғалтып қоятын болсаңыз, онда болды, счетыңыз жабылып қалады. Яғни максимальный жоғалтуға болатын, яғни максимальный 9000 долларға дейін ана жоғалта аласыз. Ал бір күнде онда не болады? Бір күнде 500 доллар жоғалтпауыңыз керек. Ал енді бұл жерде табу керегіңіз уже 800 доллар, яғни 8% табу керексіз. Бір күнде 5% жоғалтпау керексіз, общий 10% жоғалтпау керексіз. Бірінші этаптан өту үшін 800 доллар табу керексіз. 800 доллар табу үшін табатын болсаңыз, уже екінші этап беріледі. Екінші этапта 5%, яғни 500 доллар табу керексіз үстінен, 10 000 доллардың үстінен. Сондай болатын болса, онда сіз 2 этаптан өтсеңіз, реальный счетқа өтесіз. Реальный счетқа өткеннен кейін дальше сіздер жаңағы үстінен көрген пайдасын тауып отыра беретін боласыз. Енді қараңыздар, бір айта кеткен нәрсе, Funding Pips компаниясында именно бір не бар, бір сделка, может быть, алтыннан ашып қойдыңыз, мысалы Tesla деппін ғой, акцияда айтпақшы, бұл жерде акция жоқ, только валюта, крипто, металдар, алтыннан ашып қойдыңыз и күмістен ашып қойдыңыз дейді. Екеуінің общий сіздің жоғалтатыныңыз 3%-ға жетіп қоятын болса, мысалға, екі сделка тұр ғой, сол 3%-ға толып кететін болса, то же самое бір сделка былайша айтқан кезде бір саудадан 3% жоғалтпау керексіз. Егер 3% жоғалтып қойсаңыз, тоже сделкаңыз жабылып қалады. Соны ескеру қажетсіз да. Яғни бір сделкадан ары кетсе, 10 000 доллар счеттің 3%-і 300 доллар, яғни бір сделкадан сіз 300 доллар жоғалтпауыңыз керек. Ол екі ашылған сделка, бірақ екеуінің қосылып минусы 300 доллар болып кетсе, бір моментте онда счетыңыз жабылып қалады. Сонда сіз былайша айтқан кезде 200-250 доллар рисковать еткеніңіз дұрыс. Сонда бір сделкадан, сөйтіп жасауға болады. Яғни 10 000 доллар счетты осылай болады. И енді уже дальше не істейміз. Дальше мінекей. Мына жерде мына жерде менің нем тұр. Почтам тұр. Username, сервер, StreetTrader деп тұр. StreetTraderға басам, Open StreetTrader деймін. YT деймін, мына жерге өзімнің логин паролімді жазамын. Мінекей 10 000 доллар счетқа кірдім. Егерде сізде жаңағыдай логин пароль жазған кезде пароль дұрыс емес деген сияқты шығатын болса, онда жаңағы парольді сбросить етуіңізге болады. И почтаңызға мынандай сообщение келеді, сонымен сбросить етіп алып қайтадан кірсеңіз болады. И үстіп мінекей 10 000 доллар счетқа кірілді. 10 000 доллар счетқа кірілді. Енді сделка ашып бастап жасауға болады, сделка ашып жасауға болады. Енді мысал ретінде бұны то же самое жаңағы неге Funding Pips'тің, именно Funding Pips'тің несін жазбасаңыз болады, приложениясын, немесе жаңағы логин пароліңізді алып, мына жерден аласыз. Мына жерден логиніңіз тұр, если керек болатын болса. И пароліңізді бағанағы Funding Pips'та тіркелген пароліңізді немесе қайтадан сбросить етіп, StreetTrader'ға, именно StreetTrader платформасына қайтадан не қойбасаңыз болады.
жаңағы қайтадан сделка ашып жабу үшін осы StayTrader'ды қолданасыз, приложениясын жазып алсаңыз болады StayTrader'дың. Енді мінекей, бұл жерде ешқандай не жоқ, әрқайсысында әртүрлі. Мысал ретінде маған алтын керек, алтын керек. И мен алтыннан мысал ретінде так, не алтынның графигі ашылды, мына керек емес. И алтыннан мысал ретінде так, мен сделка ашқым келіп тұр дейік, сделка ашқым келіп тұр. Мысалға мен шорт позиция ашу үшін не маркет лимит деп тұр. Дәл қазір примерно 0,01 штукпен мен шортқа ашып көрейін. Мінекей, менде астында мына жерде шықты, 0,01 штукпен сделка ашылды. И бұны дәл солай стоп-лосс take profit'ін қойсам болады. Мысалы, үстінен басам, мына жерде мінекей стоп-лоссты мына жерге қоям, take profit'ті, TP деп тұр, take profit'ті бүйтіп астына қойып қойсам болады. Осылайынан. И сөйтем да place order деп басып жіберем. Тұрыңыздар, тағы біреу ашылып кетті. Так, осылайынан қоя салуға болады, мінекей. Take profit'ті астына былайынан жылжытып, стоп-лоссты былайынан үстіне қояды. Яғни осылай сделка ашып қоясыз. Өзіңіз жапқыңыз келетін болса, мінекей X-ті басып жүктейсіз, немесе күтетін болсаңыз, take profit'пен жауап деп күтетін болсаңыз, take profit'қа баратын болады. Яғни осылай сделка ашып жауып, осылай біз не істеуіміз керек? Мына жердегі өзіміздің $800 пайдамызды табуымыз керек. Содан кейін барып екінші этапта да дәл солай, екінші этапқа келген кезде мына жерде бізде не пайда болады? Бізде мына пока что біреу болып тұр ғой. Мына жерде 53 тағы бір аккаунт шығады. Сол тағы бір аккаунтқа өтеміз де сол жақтан торговля жасай береміз. Сол жақтан торговля жасап болғаннан кейін уже ары қарай пошаговый сіздерге жаңағы почтаға сообщение келеді. Яғни осындай істеңіз, осылай жасаңыз деп. Яғни реальный аккаунт өткен кезде верификация өтуіңіз керек болады. Верификация өтіп болғаннан кейін реальный счетқа өтесіз, документ жүктейсіз, солай болады. Жалпы немен жасау осылай, проб компаниямен сауда жасау осылай, ешқандай не жоқ, жаңағы разница жоқ. Мінекей мына жерден жауатын болсақ, міне. Так. Understand. X-ті басамыз, жауап тастаймыз. Яғни проб компаниямен осылай жасаймыз, ақырындап жасап, үйреніп, қол үйретіп жасап көрсеңіздер болады. Жаңағы айтқан схема бойынша осылай болады. Немесе басқа нелер тағы новыйдан ала беруге болады. Әртүрлі, мына платформаны алуға болады, әртүрлі этаптан алу керек, бірақ та екі этаптық ол өте дұрыс болып табылады.